Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, жаз мезгілінде жиі әзірлейтін кереметтей голубцы әзірлейміз. Голубцымызды әр ас үй қаншайымдарының жасалу жолы әртүрлі. Бүгін өзімнің жасалу жолымен сіздермен бөлісіп жатырмын. Голубцымыздың ортасына бөліп көрсетіп жатырмын. Ортасы толықтай пісіп шығады, әрі сочный дәмді болады. Ең алдымен голубцымызды әзірлеуге бізге қажетті заттарымыз: болгарскийіміз қажет, болгарскийіміз, тартылған етіміз, фаршымыз қажет, күрішіміз, пиязымыз, тұзымыз қажет. Ең алдымен жуып тазалап алған болгарскийларымыздың ортасын түбін алып тастап, ортасындағы дәндерін тазалап аламыз. Жуып алған болгарскийіміздің осылай түбін пышағымызбен бөліп алып, ортасына дәнектерін алып тастаймыз. Осылай болгарскийларымыздың түбін пышағымызбен ортасын ойып бөліп аламыз. Осылай ортасын бөліп алып, дәндерін алып тастаймыз. Осылай барлық болгарскийларымды тазалап алдым. Енді болгарскийіміздің ортасына салмасын дайындап аламыз. Ыдысымызды алып, тартылған етімізді саламыз. Менде тартылған етім сиырдың еті, 500 грамм фарш қостым. 150 грамм күрішімізді қосамыз фаршымыздың үстіне. Тұзымызды қосамыз. Пиязымызды турасаңыздар да болады. Мен бірақ шопперден пиязымды бір келкі қылып өткізіп алдым. 4 дана пияз қостым. Осы пияздарымызды шопперімізден бір келкі қылып өткізіп алдым. Бір келкі әдемі шығады, осылай өткізіп алсаңыздар. Майда қылып турауға да болады. Осылай пиязымызды қосып, салмамызды жақсылап араластырамыз. Осы кезде ұнататын болсаңыздар, помидор, басқа да дәмдеушілер қоссаңыздар болады. Осылай салмамызды жақсылап араластырып алдым. Салмамыз дайын. Енді болгарскийларымызды алып, дайындап алған салмамызды толтырып саламыз болгарскийімізге. Осылай болгарскийлерімізге салмаларымызды толтырып салып дайындап алдым. Барлық болгарскийлерімізге осылай толтырып дайындап алдық. Енді сорпасын әзірлеуге бізге пиязымыз қажет, картошкамыз, сәбізіміз қажет. Пияздарымызды турап аламыз майдалап. Осылай пиязымызды турап алдым. Енді картошкаларымызды да ашып дайындап алған. Картошкаларымызды да ыңғайлы қылып турап аламыз. Осылай картошкаларымды да турап дайындап алдым. Енді сәбізімізді де турап аламыз. Осылай сорпамызға қажет заттарымызды турап дайындап алдық. Енді қазанымызды отқа қойып, 80 грамм сұйық майымызды құямыз. Майымызды сәл қыздырып, пиязымызды қосамыз. Пиязымызды жақсылап қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Осылай қуырып алдым. Үстен сәбізімізді қосамыз. Турап дайындалған картошкамызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып қуырып алдым. Енді үстінен тұзымызды және томатымызды қостым. Томат қоспай қызанақ қоссаңыздар да болады. Мен томат қосып, жақсылап қуырып алдым. Енді үстінен суымызды құямыз. 1,5-2 литр су құямыз. Суымызды құйып алдық. Енді салмаларымызды саламыз. Голубцыларымызды осылай салып алып, қазанымыздың бетін жауып, қайнатуға қойып қоямыз. Қазанымыз қайнап келе жатыр.
Енді отымыздың астын орташа қойып, қазанымыздың бетін жартылай жауып, 40 минут қайнатып аламыз. 40 минутта пісіп шығады. Осылай қайнатып алдым. Голубцеміз пісіп шықты. Голубцеларымыз осылай өте әдемі әрі дәмді болып шыққан. Ыдысымызға құйып, отбасымызға ұсына береміз. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Қазақша контентті қолдап, пікірлеріңізді қалдырып, лайк баса кетіңіздер. Маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.